Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен самсаның қамырын дайындаймыз. Ол үшін кәдімгідей суға тұз салып аламыз. Бәрін көз мөлшерімен істеңіздер. Ұнын салып жұмсақ қамыр илейміз. Ең бастысы бұл тестада жұмсақ болуы тиіс. Тестаның үстіп жақсылай билеп аламыз да 6 бөлікке бөлеміз. Оны 6 бөлікке бөлдік. Үстіп тындыруға жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Сол жарты сағаттан кейін алып қағылып жаясыздар. Бұл жердегі маргарин арнайы самсаның тестасына арналған маргарин. Сол маргаринді аламыз да жұқа жайылған қамырымыздың үстіне құйып, жақсылап барлық шетіне жеткізіп жайып шығамыз. Онан соң бұның бетіне екінші қамырымызды жаямыз. Оның да үстіне сары май саламыз. Құямыз да. Екінші қамырымызды салдық. Бұл екінші қамырдың үстіне де солай дәл біріншідегідей май жағып шығамыз, барлық жеріне жеткілікті етіп. Содан соң бұның үстіне үшінші қамырымызды саламыз да ораймыз, тартып орайсыздар, қатты қылып. Сонымен қамырымыз дайын болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Қатпарлы, үгілмелі самсаның тестасы осындай болып шығады.